Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз аңғырт байыз жіктеуіші туралы сөйлейтін боламыз. Машиналық оқыту мен статистикада байыз оқыту немесе байыз тұжырымы дәлелдемелер мен бақылауларға негізделген гипотезаның ықтималдығын жаңарту үшін байыз теоремасын қолданады. Байыз теоремасын ағылшын статисті Томас Байыз жасаған. Байыздық оқыту әдістерінің арасында аңғырт байыз жіктеуіштері байыз теоремасын күшті болжамдармен қолданатын ықтималды жіктеуіштер үйірі болып табылады. Байыз теоремасына кіріспес бұрын ықтималдық теориясының кейбір ұғымдарын еске түсірейік. Ықтималдық бір нәрсенің болуы мүмкін екенін сандық түрде анықтайды. Таңдау кеңістігі бар тиын лақтыру экспериментін қарастырып көрейік. Не бір жағы, не кері жағы шығатын екі ықтимал нәтижеден тұрады. Бір жағы мен кері жағы бар тиынды лақтыру ықтималдығын бір жағынан кері жағына 0,5 тең ықтималдығы деп айқындауға болады. Шартты ықтималдық ішінара ақпарат негізінде эксперимент нәтижесін сандық бағалауға мүмкіндік береді. Шартты ықтималдылықтың бірнеше мысалдары. Табиғи тіл модельдерінде біз алдыңғы сөздердің қатарына негізделген келесі сөзді болжауға тырысамыз. N-грамм тілдік модельдер. Медициналық диагностикада біз бірнеше диагностикалық зерттеулердің нәтижелерін ескере отырып, адамның ауруы бар екенін болжауға тырысамыз. Банк ісінде біз жұмыспен қамтылу мәртебесін, қарыздары мен тұру мәртебесін ескере отырып, адамның кредиттік рейтингінің болжауға тырысамыз. B оқиғасының шартты ықтималдығы дегеніміз A оқиғасы болды деген шартпен B оқиғасының болу ықтималдығы. B оқиғасының A шартындағы ықтималдығы ықтималдыққа бөлінген A және B ықтималдығына тең. Ондағы A және B ықтималдығы немесе A ықтималдығының B қиылысуы A және B оқиғаларының бірлескен ықтималдығы. Яғни бір мезгілдегі A және B оқиғаларының ықтималдығы. Шартты ықтималдықты Вен диаграммалары арқылы суреттеуге болады. Бізде A және B оқиғаларының екі жиынтығы бар делік. A оқиғасының 4 мүмкін нәтижесі бар, ал B оқиғасының 8 мүмкін нәтижесі бар, және олардың қиылысуы екі оқиға. Осылайша, A ықтималдығы 10-ның 4-ке тең, ал B-дікі 10-нан 8-ге тең. Олардың A және B ықтималдығы немесе басқаша айтқанда олардың қиылысуы болып табылатын бірлескен ықтималдығы 10-ның 2-ге тең. A берілген B ықтималдығын A ықтималдығына бөлінген бірлескен ықтималдық ретінде есептеп шыға аламыз. 0,2 бөлу 0,4-ке тең 0,5. Байыз теоремасын шартты ықтималдық ұғымынан шығара аламыз. Байыз ережесін шартты ықтималдықтан қалай шығаруға болады? Берілген A, P жақшада A және B бөлу P жақшада A түрінде болса, B ықтималдығын жазайық. Берілген B, P жақшада A және B бөлу P жақшада B түрінде болса, A ықтималдығын да дәл солай жазайық. Біріншісін және екіншісін біріктіре отырып, біз көрсетілгендей формуланы аламыз. Екі жағын P жақшада A-ге бөлсек, біз байыз теоремасын аламыз. Байыз теоремасының шарттарын қарастырайық. Біріншісі, B әлдеқашан болды деген шартпен A оқиғасының ықтималдығы және апостериор ықтималдық деп аталады. Екіншісі, бұл ықтималдық. Машиналық оқытуда біз көбінесе P жақшада A бөлу B тең ерекшеліктерін ескере отырып, кластың ықтималдығын тапқымыз келеді. Мұнда біз осы A класының B белгілерінің ықтималдығын табамыз. Келесі сыныптың априорлық ықтималдығы. Соңғысы белгілерінің априорлық ықтималдығы.
Осы ережеге сүйене отырып, машиналық оқыту алгоритмін қалай жасаймыз? A гипотеза және B бақыланатын дәлелдер ретінде немесе машиналық оқыту сөздермен пайдалансақ, A-ді класс ретінде және B-ді белгілер ретінде қабылдайық. Әр үлгіде X деп белгіленген N белгілері бар делік. Математикалық түрде келесідей белгіленетін оның белгілерінің ықтималдығын ескере отырып, CK тиесілі машиналық оқыту міндетін іріктеудің шартты ықтималдығын табу ретінде қоямыз. Практикада бізді тек сан бөлігі қызықтырады, өйткені бөлгіш классқа тәуелді емес, ал бөлгіш әртүрлі класстар үшін тұрақты болады. Бөлігі бірлескен ықтималдыққа эквиваленті класс пен белгілер ықтималдығы. Класс пен белгілердің ықтималдығы шартты ықтималдық анықтамасын қайта қолдану үшін тізбекті ережені пайдалана отырып, мынадай түрде қайта жазылуы мүмкін. Біріншіден, жақсы көріну үшін нысандар мен класстарды ауыстыра аламыз. Сонымен қатар, шартты ықтималдық ережесін қолдана отырып, біз оны басқа белгілерді ескере отырып, x1 ықтималдығы басқа белгілер мен класстардың ықтималдығына көбейтіледі. Содан кейін біз бұл теңдеуді xn ескеріп, xn1 ықтималдығын және классты соңғы мүше ретінде алғанға дейін кеңейтеміз. Егер біз аңғырт түрде белгілер тәуелсіз деп шамаласақ, теңдеу мынаған айналады. Енді біз басқа белгілермен класс берген бір белгінің ықтималдығы класс белгілеген осы белгінің ықтималдығына тең екенін анықтадық. Сонымен берілген белгілер классының ықтималдығы класс пен белгілердің бірлескен ықтималдығына пропорционалды екенін білеміз. Және бұл фактіні біле тұрып, бірлескен ықтималдықты берілген классын x1 ықтималдығына көбейтілген, берілген классын x2 ықтималдығына көбейтілген және тағы сол сияқты ықтималдығы деп жаза аламыз. Осылайша, берілген белгілер классының ықтималдығы осы классын ықтималдығына және берілген классын әрбір белгісінің барлық ықтималдықтарының көбейтендісіне тең. Осылайша біз байес ықтималдық моделін алдық. Егер ықтималдық моделінің туындасына шешуші ереже қосатын болсақ, онда біз жіктеуіш құра аламыз. Бір ортақ ереже ең ықтимал болып табылатын гипотезаны таңдау. Бұл әдіс шешім қабылдаудың максималды апостериоры ережесі деп аталады. Байес жіктеуші дегеніміз y-тен ck классының белгісін кейбір k-ға келесі түрде тағайындайтын функция. Онда біз барынша ықтималдығы бар классты таңдаймыз. Енді NB классификаторы қосымшада қалай жұмыс істейтінін көреміз. Кіріс хаттарымызды спам және қарапайым хабарламаларға жүктегіміз келеді делік. Біздің кіріс жәшігімізде 28 қарапайым және 7 спам хаттардан тұратын 35 хабарлама болды деп елестетіп көрейік. Біз барлық электрондық хаттарды қарап шығып, оқыту үшін деректер қорын құру үшін барлық бірегей сөздерді теріп жазып аламыз. Қарапайымдылық үшін біздің оқу жиынтығымыз 4 сөзден тұрады делік. Құрметті, университет, таңғы ас және ақша. Біріншіден, біз әдеттегі хабарламаларда кездесетін барлық сөздердің гистограммасын жасаймыз. Негізінен гистограмма дегеніміз әр сөздің неше рет байқалғаны. Гистограмманы қолдана отырып, біз сөзді әдеттегі хабарламада болған жағдайда көрудің шартты ықтималдығын есептейміз. Мысалы, қалыпты хабарламаларда құрметті сөзін байқап қалу ықтималдығы хабарламалардың жалпы санына бөлінеді. Сол сияқты біз басқа сөздердің ықтималдығын есептей аламыз. Спам хабарламалары үшін бірдей процедураны қайталауға болады. Біз спам хабарламаларында кездесетін барлық бірегей сөздердің гистограммасын жасаймыз. Содан кейін ықтималдықты есептейміз. Енді біз университет құрметі деген мазмұндағы хабарлама алдық деп елестетіп көрейік.
Алдымен біз бұл хабарламаның спам немесе қалыпты болу ықтималдығын есептейміз. Бұл хабарламаның қалыпты болу ықтималдығын есептеу үшін хабарламаның қалыпты немесе спам болып табылатындығына қарамастан біз бұл қалыпты хабарлама деген алғашқы болжамнан бастаймыз. Біз бұл туралы хабарлама қалыпты хабарлама болып табылады деген есептеу деп ойлай аламыз. Дәл осындай жосық спамның бағасын есептеу үшін қайталанады. Осылайша 2 баллды санай отырып, біз бұл хабарлама спам немесе қарапайым ма, жоқ па, соны шеше аламыз. Біз бұл хабарламаны қалыпты хабарлама ретінде жүктейміз, өйткені оның қалыпты болу балы жоғары. Енді ақша таңғы ас хабарламасын қарастырайық. Бастапқыда оны спам ретінде жүктеу керек деп болжауға болады, өйткені онда ақша деген сөз 3 рет кездеседі. Екі жағдай үшін де есептеу жасайық. Егер мәндерді қоссақ, онда 0,00004 тен екенін көреміз. Бұл өте төмен балл болып табылады. Егер біз спам болып табылатын осы хабарламаның балын есептесек, онда ол 0-ге тең екенін көреміз. Осылайша бұл хабарлама қалыпты хабарлама ретінде жүктеледі. Бізде ақша таңғы ас деген хабарлама бар және біз оны қалыпты хабарлама деп жүктедік. Хабарламада ақша сөзі 3 рет қайталайды. Бұл хабарды әдеттегідей жүктеу қиын. Бұл мәселе гистограммадағы нөлдік мәнге байланысты туындайды. Мұны гистограмманың барлық мәндеріне 1 немесе кез келген басқа сан қосу арқылы шешуге болады. Деңгейлестіретін бір қосылған жаңартылған гистограмманы қарап көрейік. Гистограммадан көрініп тұрғандай, барлық мәндер 1-ге артады. Бізде спам хабарламалардың гистограммасында 0 мәні жоқ. Жаңартылған гистограммамен біз тиісті ықтималдықты жаңартуымыз керек. Сонымен ықтималдықты жаңартайық. Енді пи құрметті қалыпты 41/79-ға тең және 0,52-ге тең. Сол сияқты біз қалыпты хабарламалар үшін басқа ықтималдықты жаңартамыз. Бұл одан да қызықты. Спам хабарламалары үшін пи жақшада таңғы ас спам енді 1/49-ға және 0,02-ге тең. Деңгейлестіретін бір қосу аңғырт байыстық жүктеуіш көмегімен ақша таңғы ас хабарламасын қайтадан жүктеп көрейік. Сонымен біздің формулаларымыз бар және егер біз осы қалыпты болып табылатын хабарламаның бағасын есептеу үшін мәндерді қоссақ, 0,00006 мәнін аламыз. Сол сияқты спам хабарламаны бағалауға арналған баға 0,001-ге құрайды. Енді біз бұл хабарламаны спам ретінде жүктейміз, өйткені спам саны көп. Аңғырт байыс неге аңғырт? Оқуға арналған мәліметтер жиынтығын тағы бір рет қарастырайық. Біздің оқуға арналған мәліметтер жиынтығы құрметті университет таңғы ас ақша сөздерінен тұрды. Аңғырт байыс бір белгінің болуы немесе болмауы басқа белгінің болуына немесе болмауына тәуелді емес, байланысты емес деп болжайды. Бірақ нақты тапсырмаларда бұл сипаттамалар әдетте бір-біріне байланысты. Құрметті сөзі әдетте адамның есімімен байланысты екенін білеміз. Осы болжамға қарамастан, аңғырт байыс классификаторы көптеген тапсырмалар үшін өте жақсы жұмыс істейді. Ықтималдықтар есептелгеннен кейін қорытындыны есептеу тривиалды болып табылады.